Саламатсыздар ма? Бүгін біздің дайындайтынымыз нағыз күзгі түрлі түсті витаминге бай осы қазіргі уақыттағы салаттарды жабамыз. Күздік салат, генеральский салат деп те атайды. Бұған қажет заттар мынандай 4 морков, орташа, сосын 2 бас жуа, сосын 1 кило, 1 или 1,5 кило қияр, сосын мынадай әдемі тәтті бұрыштар 1 келідей, сосын 1 келідей помидор, сосын 800 граммдай капуста, сосын бір 100 граммдай, мен тағы да ашайым, чеснок, мынау ашып дайындап атқаным ғой. Болды, содан кейін дәміне қарай тұз, сосын өзіңіз қаласаңыз ащы бұрыш қосыңыз, және 150-200 граммдай шемішкі май, и укроп, 1 пучок укроп, или болмаса петрушка қосуларыңызға болады. Ал кеттік, бастаймыз. Турау жөніне келетін болсақ, біз мына капустаны 40 қабат жіңішкелеп турап аламыз, соломка қылып. Мына морков, сәбіз, ол да солай пловтағыда или корейский салаттағыдай ұзынша қылып тураймыз. Мынаны да жіңішкелеп ұзынша қылып тураймыз. Дөңгелектеп тураймыз. Өзімізге қалай ыңғайлы солай турай беріңіздер. Қатты ірі болып кетпесе болды. Помидорды ұсақтап тураймыз. Жуанды сақиналап тураймыз. Чеснокты майдалап тураймыз. Ашитыным бар. Сол, бастаймыз. Неке мына жерде жуаны турап атырмын. Сақиналап, тәтті бұрышты турап атырмын. Мен асығып ірілеу қылып тураған болармын. Сіздер жіңішкелеп, әдемілеп турауларыңызға болады. Бірақ бәрібір сыртынан 40 минут қайнаған кезде банкының бәрі жұмсарып, жібіп, жақсы болып араласып кетеді. Мінекей, сосын одан кейін сәбіздерді соломка қылып турау керек. Мінекей, әдемі түрлі түсті салат болып шықты. Турап шықтым. Мынау мінекей помидорлар, жуа, капуста, морковты мен соломка қылып турадым. Андай өз сондай немен мінекей. Қиярды дүңгімдай қылып турадым. Қияр ол деген, аралар ашылмай қалыпты, ірі қылып. Қияр деген ол кетет арасында жұмсақ болып. Сосын чеснок, мына тәтті бұрыш. Мен әрқайсынан турадым, қарайын деп, толып кетема мына ыдыс. Енді мен шекерлерді салайын деп жатырмын. 1 шай қасық қана шекер салдым. 1, 2, 3 столовый ложка не салдым. Тұз. Енді қазір осының мінекей ысыды май. Қайнап ыстым майды, мінекей уже түтін шығып жатыр. Осыны бісміллә деп үстіне міне ыссы майды құйып шығу керекпін. 150-200 граммдай. Ыссы майды. Енді тағы да аластырамыз. Жаңағы уксусы бәрі аралассын. Уксус құймай, 5 таблетка аспиринді ұнтап салуға да болады. Мен сол аспирин салып көрмеппін. Сол жақсы деп атады. Мен 2 столовый ложка 9% уксусты құйдым. Оны ең соңынан да құюларыңызға болады. Мен уже қазір тұрғызғаннан кейін банкілерге салып тастаймын ғой. Сосын сыртынан қайнатып алам. Үлкен кастрюльге салып. Мына суымен басылу керек, араласып. Әлі дұрыс араласпай жатыр. Банкілерге салып шығамыз. Банкілерге салған кезде мықтап, нығыздап салу керексе, артынан қайнағаннан кейін жарты банк болып қалуы мүмкін. Сондықтан қасықпен де салыңыз, қолыңызбен де итеріп, жұдырықпен жақсылап нығыздау керексіздер банкіні.
астында қалған согында қосып құйып жіберулеріңіз керек. Мынада 2 литрлік банкіден 2 шықты, осы жаңа мен жасаған нелерім. 3-ші банкында қайнатып едім, оған жетпей қалды, тек түбінде шамалы қалды. Бәрін салып болғаннан кейін қақпақтарын бос жауып, үлкен ыдысқа астына қолорамал салып, салқын судан құйып, мойнына дейін келтіру керексіздер, банканы қайнату керек. Сосын мына жерде міне қақпақты қазір бос салып, мен соған салып қайната бастаймын. Неке суды мына жерге дейін құйдым, мойнына дейін. Астында кішігірек көтеріліп жатыр. Енді осыны қайнатамыз. Қайнағаннан кейін мына салқын су 40 минут тағы қайнау керек. Сосын барып бұрап төңкеріп қоямыз. Қайнап жатыр. Осылай жақсы қайнау керек. Бір 40 минуттай. Енді осы тұрған тұрыстармен тез бұрап тастай қою керек қазір. Тамам. Ашайын. Ашылды. Банка толық түсу керек. Бісміллә. Өзіміздің еккен адаласымызды қыста жеу бұйырсын деп бұрап тастаймыз.